Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте оңай және де жұмсақ болып шығатын 12 қасық деп аталатын пирогтың рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен таза құрғақ ыдысымызға 3 жұмыртқамызды жарамыз және де 12 ас қасық қантымызды қосып венчикпен араластырамыз. Өте оңай жасалады және де жұмсақ болып шығады. Жақсылап араластырып болған соң, енді сұйық майымызды қосамыз. Сұйық майды да үлкен ас қасықпен 12 қасық санап қосамыз. Сұйық майдан соң сүт қосамыз. Сүтіміз міндетті түрде жылы болуы керек. 12 ас қасық сүт құямыз. Кез келген сүтті пайдалана берсеңіздер болады, сүттің пайызы маңызды емес. Енді құрғақ қоспаларды қосамыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп қосуымыз керек. Сонда біздің пирогымыз жұмсақ және де әдемі болып көтеріліп шығады. 12 қасық бірден сыймайтын болғандықтан ұнды 2 бөлікке бөліп, яғни 6 қасықтан бөліп қостым. Екінші бөлігіне разрыхлительді ұнмен бірге қосып, жақсылап венчикпен араластырамыз. Ұнымыз түйіршік болып қалмауы керек, сондықтан да толықтай араласқанша венчикпен араластыратын боламыз. Осымен біздің пирогымыздың қамыры дайын болды. Мен осылай шоколадтарды пайдаландым. Ештеңе қоспасаңыздар болады. Дайын болған қамырды өздеріңізге ұнайтын кез келген формаға немесе жай ғана противенге құйып пісіріп аламыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут аралығында пісіріп аламыз. Толықтай піскенін шпажкамен тексереміз. Осымен біздің өте оңай және де тез дайын болатын пирогымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісемін.